Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жер бетінде тіршіліктің пайда болуы. Сабақтың мақсаты қазіргі кездегі жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастарды салыстырмалы түрде меңгеру. Жаңа сабақтың жоспары. Бірінші, тіршіліктің пайда болуының алғы шарттары. Екінші, тіршіліктің пайда болуы туралы теориялар. Үшінші, Фрэнсис Бэкон ұсынысы. Төртінші, Франческо Редди ұсынысы. Бесінші, Луи Пастер ұсынысы. Алтыншы, жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. Жетінші, тірі материяға тән белгілер. Енді балалар, өткен тақырып бойынша білімімізді тексерейік. Тапқыр болсаң талас жоқ. Бірінші, пайдалы тағамдар. Екінші, зиянды тағамдар. Міне балалар. Пайдалы тағамдар, зиянды тағамдар. Дұрыс жауабын тексерейік. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Жер бетінде тіршілік тұқымы басқа ғаламшарлардан, метеориттерден және ғарыштық шаң тозаңдар арқылы үнемі таралып тұрады. Дегенмен көзқарастар болады. Бұл көзқарас панспермия теориясы деп аталды. Тіршіліктің пайда болуы екі кезеңнен тұрады. Биогенез барлық тірі атаулардың тек тіріден пайда болуы, яғни тіршілік мәңгі. Екінші, абиогенез тірінің өлі материядан өздігінен пайда болуы. Бүгіннен 13,7 миллиард жылына қайтайық. Барлық нәрсенің басталған уақыты. Ғалымдардың ғаламды зерттей отырып, бір пікірде жиналған ең күшті болжау осылайша. Бүгінге дейін үлкен телескоптармен, немесе тек көзімізбен зерттегеніміз, үйренгеніміз және есептегеніміз барлығы бейнеленгенде ине ұшы сияқты кіші бір нүктеге кептеліп тұрған еді. Сол кездегі адам сенгісіз үлкен жарылыс, аяусызша ағып өткен уақыт, сансыз галактикалар, шексіз жұлдыздар. Жарылыстан кейін айналаға тараған материалдардың және үлкен бұлт қабаттарының бір бөлігінің бір-біріне істеген тартылыс әсері оларды бір-бірінен көп ажыратпады, керісінше бір-біріне қосты. Газ түріндегі бұл тығыз аймақтар гравитациялық әсермен кезең-кезеңмен тегістеліп, бір-бірінің ішіне шөге бастағаннан кейін, сол бүгін біз білген аспан элементтері пайда болды. Бүгіннен 4,6 миллиард жыл бұрын осыған ұқсаған процестен өтіп, сутегі газының қарқынды қысыммен бірігу нәтижесінде гелий элементін жасап шығарумен осы біз білген күн дүниеге келді. Және біз бақылай алған шамамен барлық квадриллион үлкен және кіші жұлдыздарда осылайша туылды. Күннің өз жүйесіндегі жалғыздығы ұзақ уақытқа созылмады. Массалардың жаппай күн беткейлерінде бір-біріне соқтығысып ойнаған ойындары уақыт өте келе планета есімі берілген құрылымдардың пайда болуына жол ашты. Аяғымыздың астында өз нүктесінен шықпай 4,5 миллиардтан бері айналып тұрған жер, күн жүйесінің басқа мүшелері сияқты, ол да материалдардан бір-біріне істеген тартылыс әсерінен бір нүктеге жиналумен пайда болды. Және күннің 149 километр қашықтықта тұрып істеген тартылыс әсерімен күн орбитасына ілініп қалды. Әлем әлі бастапқы уақыттарын өткізіп, күннің айналасында айналып жүрген кезінде, бір күні ғалам ішінде басы бос жүрген Марс үлкендігінде Тея есімді бір планетаның жерге соқтығысуы нәтижесінде жерден шыққан үлкен шаң бөлшектері әлемнен ажыраса да орбитасының тарту әсерінен ұзаққа кете алмады. Және уақыт өтуімен бір нүктеге жиналып, әлемнен ажыраған бұл бөлшектер қазіргі айды қалыптастырды. Әрине, әлем бұл уақытта тозақ сияқты ыстық,
абасыз және өмір сүрүү мүмкүн эмес болгон өлтүретін бір планета еді. Тея сияқты бірақ кіші болған бөлшектердің соқтығысуының үздіксіз жалғасуы вулкандық белсенділердің және жарылыстардың тоқтауына рұқсат етпейтін еді. Бірақ жер бетінде белсенді болған вулкандық газдар уақыт өтісімен өзара іс-қимылға кіріп, әлеміміздің қалқаны атмосферасын құрайтын еді. Өте көп ғалымдардың ақылмен пікір жүргізіп келген бір нүктесі океандардың басқа бір жақтан келуі. Бұл жауын кезеңінде планетамыздың бетіне үздіксіз су және толы газдардан құралған немесе мұзды балшық тобы деп аталатын кометалар соқтығысып жатқан еді. Бұл соқтығысу іздерін бүгін айдың бетінде көруге болады. Бұл бомбалы кезеңі дүниенің пайда болуынан 4,5 миллиард алдын басталып, 3,8 миллиард жылына дейін жалғасты. Жер атмосферасы тығыз булармен жабылды. Жаңбыр жауу басталды. Дүние ыстықтығы қалыпқа келтірілді және ыстық лавадан құралған жер массасы бұл суықтықпен соңында қатты формасын ала білді және океандар пайда болды. Дүниеге бірінші қадам басқан жануардың 3,8 миллиард алдын пайда болып және бөлініп тезде жайылатын прокариоттық бір жасуша, яғни бактерия болуы мүмкін деген пікірді ғалымдар бірігіп қолдап отыр. Ең көп дұрыс деп көрілген бірінші теорияда бұл тірілер және органикалық есімдік құрамдары бірінші күннен бері жер бетінде бар еді және бұлар сумен реакцияға кіріп, молекуланы және бірінші жасушаны шығарды. Екінші теорияда да бұл бірінші жасушалардың өмір нысанын метеор жауындарымен тыңайтылып пайда болуынан айтса да, бірінші жаратылыстың қалай пайда болған әлі күнге дейін құпия. Сондай-ақ қорытынды. Қазіргі кезде биология ғылымының жетістіктеріне сәйкес тіршілік деген ұғымға көптеген анықтамалар беріліп жүр. Солардың ішінде орыс ғалымы Валькенштейннің берген анықтамасы ғылыми тұрғыдан дұрыс деп есептелінді. Бұл анықтама бойынша жер бетінде тіршілік ететін тірі организмдер нәрөздер мен нуклеин қышқылдарының биополимерлерінен тұрады және олардың өзін-өзі реттеп отырады. Тірі организмдер артына өзі тектес ұрпақ қалдырып, тіршілік үнемі жалғасып отырады. Бұл анықтама әлем кеңістігіндегі басқа да ғаламшарларда жер бетіндегі тіршіліктен өзгеше тіршіліктің болуы жоққа шығармайды. Міне балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың бекіту тапсырмалары. Әр ағзаны сәйкес келетін кезеңдермен байланыстырыңыздар. Екінші тапсырма. Мезозой заманы қандай кезеңдерден тұрады? Рефлексия. Кері байланыс жасаймыз. Мен бүгін білдім. Қызықты болды. Қиын болды. Мен мына тапсырмаларды орындадым. Мен түсіндім мынаны. Мен енді істей аламын. Мені қызықтырды. Сабақ маған нені үйретті? Үйге тапсырма. Тіршіліктің пайда болуы туралы алғашқы көзқарастар. Оқу. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы туралы теориялар атты кестені толтыру және өз ойларыңды жазу. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.